Men 52 жасында келін атандым. Қателескен жоқсыз. Келін. Оны естігенде өзімде алғашында сенбедім. Тіпті айнаға қарап тұрып, осы жасында мені кім келін деп атайды деп, өзімнен өзім күлген кезімде болды. Бірақ ауыл күлген жоқ. Ауыл антаң болды. Кейбірі сырттай күліп жүрді. Кейбірі бетіме тіке қарап, осы жасында не жетпей қалды екен дегендей көзбен тесіп өтетін. Ал кейбір әйелдер мені көрген сайын үнсіз қалатын болды. Өйткені олар менің орнымда өздерін елестетіп көрді. Шынымды айтсам, мен мұндай тағдырды ешқашан өзіме тілемеген едім. Мен 52 жасқа дейін бәрін көрдім деп ойлайтынмын. Тұрмыста көрдім, көз жасы да төктім. Жалғыздықтың не екенін де жақсы білдім. Адамның ішінде ешкімге айтылмайтын бір бос кеңістік болатынын да ерте түсіндім. Бірақ адам қанша жерден мықтымын десе де, кейде жүрек өз дегенін істетеді екен. Мен сол күні тек бір үйдің табалдырығын аттаған жоқпын. Мен сол күні бүкіл өткен өміріммен қоштасып, елдің сөзіне, баламның намысына, өзімнің ұятым мен қорқынышыма қарсы жүріп кірдім. Сол күні беташар болған жоқ. Себебі мен жас қыз емес едім. Сол күні ақ орамал жаққан жоқ. Себебі менің шашыма ақ әлде қашан түсіп қойған. Бірақ сол күні менің жүрегім дәл 18-дегі қыздай дүрсілдеп тұрды. Үйдің есігі алдында тұрғанда қолым мұздап кеткен. Тізем қалтырап тұрды. Ал ішімде бір ғана ой болды. Егер қазір кері бұрылсам, бәрі бітеді. Бірақ мен кері қайтпадым. Өйткені бұл қадамға мені тек сезім емес, жылдар бойы ішімде үнсіз жиналған бір нәрсе икеріп әкелген еді. Ол жалғыздық па? Мейірімге шөлдеу ме? Әлде кеш оянған әйел жүрегі ме? Білмеймін. Бірақ бір нәрсені анық білемін. Мен ол үйге келін болып түскен күні, бүкіл ауыл кек мен емес, өз қорқынысын көрді. Себебі көп әйел ішінен мені түсінді. Бірақ еш қайсысы мен секілді тәуекел ете алмады. Ал ең сорақысы, мен сол үйге түскен күні мені бөтен адамдар емес, өз туған ұлымның көзі көбірек күйдірді. Ол маған сол күні бір ауыз сөз айтты. Сол сөз әлі күнге дейін жүрегімнен өшкен жоқ. Ол бұлай деді: апа, осыны істемей-ақ қоюымызға болмас па еді? Сол сәтте менің ішімде бірдеңе үзіліп кеткендей болды. Бірақ бұл әңгіменің ең ауыры сол емес. Ең ауыры. Мен келін болып түскен үйде мені күтіп тұрған адамның кім екенін жұрт кеш білді. Ал білгенде бүкіл ауыл тіпті үнсіз қалды. 2 бөлім. Ауылдың өсегі мен жұрттың көзқарасы. Ауылда ештеңе жасырын қалмайды. Қалада адам жыласа, есігін жауып алады. Қалада біреу сүйсе, ешкім байқамай өтіп кетеді. Қалада әйел жалғыз қалса, ол тек өзінің мәселесі. Ал ауылда олай емес. Ауылда сенің үнсіздігіңнің өзі әңгіме болады. Таңертең қақпаңды қаттырақ жапсан, бірдеңе болып қалды ма дейді. Кешке сәл сәндірек киініп шықсан, біреуге ұнап жүрау дейді. Ал егер 52 жасында біреудің шаңырағына барсаң, онда сен жай адам емессің. Сен ауылдың басты әңгімесіне айналасың. Мен оны бірінші күннен ақ сездім. Көшеде келе жатсам, екі әйелдің әңгімесі бірден үзіліп қалатын. Сәл ұзаған соң, сыбыр қайта басталатын. Осы жасында не керек екен? Баласы бар, немересі бар емес пе? Ұят деген қайда? Әлде бұрыннан жүріп жүрген бе екен? Мұндай сөздер адамды бір күнде өлтірмейді, бірақ күнде іштен қажытады. Ең қиыны, маған еркектерден гөрі әйелдердің көзі ауыр тиді. Себебі олар мені айыптаған жоқ. Олар мені түсініп тұрса да қабылдай алмады. Кейбірінің жүзінде қызғанышта болды. Өйткені мен олардың батылы жетпеген нәрсені істедім. Ал кейбірінің көзінде үрей болды. Өйткені менің оқиғам олардың ішіндегі үнсіз қалған армандарын қозғап жіберді. Әйелдің жасы келген соң, оның жүрегі өлуі керек пе? Ол тек ана, әже болып қана өмір сүруі керек пе? Оның өзіне тиесілі бақыт сұрауға хақы жоқ па? Осы сұрақтардың жауабынан қорыққан адамдар мені жек көргендей болды.
Бірақ мен ешкімге ештеңе дәлелдеуге шықпадым. Мен тек бір шындықпен өмір сүрдім. Түнде үйге кіргенде, есікті ашқанда мені ешкім күтпейтін. Міне, адамды ең қатты қинайтын нәрсе сол. Күндіз сен мықтысың, күндіз сен анасың, әжесің, көршісің, туысың. Күндіз сен біреуге керек адамсың. Ал түнде сен тек өз тынысыңды ғана естисің. Сол үнсіздік адамды іштен жейді екен. Мен оны ұзақ жылдар бойы ешкімге білдірмей көтеріп жүрдім. Жұрт мені сабырлы, салмақты, бәрін жеңген әйел деп ойлады. Ал шын мәнінде менің ішімде баяғыдан бері ешкім көрмеген бір шаршау жиналып қалған еді. Сол шаршау мені бір күні мүлде күтпеген адамға қарай жетелеп апарды. Мен ол кісімен танысқанда, оның менің өмірімді осынша алдара төңкеретінін мүлде білген жоқпын. Тіпті алғашында мен одан қашқақтадым. Себебі ол адам маған мүлде жақындамауы керек адам еді. Бөлім. Менің жалғыздығым, мен ішкі сырым. Мен жесір қалғаныма 12 жыл болған. Алғашқы жылдары өмір сүруге де уақыт болмады. Бәрі балалар үшін өтті. Ұлымды аяқтандырдым, қызымды ұзаттым, немере сүйдім. Ауылдағы жұрттың тойына барып, қазасына барып, тіршіліктің бәрін істедім. Сырт көзге қарасаң, өмірім орнында сияқты. Бірақ бір кезде адам, мен енді кіммін деген сұраққа тіреледі екен. Мен анамын, иә. Әжемін, иә. Бірақ мен әйел ретінде әлі тірімін бе? Осы сұрақты мен ұзақ уақыт бойы өзімнен жасырып жүрдім. Жас кезде әйел жылай алады. Жас кезде ренжиді, күтеді, үміттенеді. Ал жас ұлғайған сайын қоғам саған бір үнсіз талақ қояды. Сен енді сезінбе. Сен енді сабыр бол. Сен енді ұятты ойла. Сен енді елге қара. Сен енді балаларыммен ғана өмір сүр. Ал мен де солай өмір сүріп келдім. Бірақ адам денесі емес, жүрегі шаршайды екен. Кей күндері кешке шайымды көзіме ғана қиып отырып, біреудің күнің қалай өтті деген қарапайым сұрағын аңсайтынмын. Біреудің есік ашып қарсы алғанын, біреудің үнсіз жанымда отырғанын, біреудің мені тек ана немесе әже емес, әйел ретінде көргенін. Осыны айту ұят сияқты көрінеді, бірақ бұл шындық. Әйелдің жасы ұлғайса да, оның мейірімге, жылуға, назарға деген мұқтаждығы өлмейді. Кек ол оны айтпай үйренеді. Мен де айтпадым, тіпті өзіме де мойындамадым. Сол себепті ол кісі алғаш маған басқаша қарағанда, мен бірден сездім, бірақ өзімді тоқтаттым. Өйткені оның көзқарасында еркектік астамдық болған жоқ. Арзан әңгіме болған жоқ. Жас қызға айтылатын жалған сөздер болған жоқ. Кек мені шын көріп тұрған адамның тыныштығы болды. Мен дәл сол тыныштықтан қорықтым. Өйткені адамға айқайдан қашу оңай, ал мейірімнен қашу әлде қайда қиын. Мен ол кісіден неге қашқанымды кейін түсіндім. Себебі мен сезімнен емес, өсектен қорықтым. Бірақ ең үлкен қателігім, жұрттың сөзінен қорқамын деп, өз жүрегімнің үнін тым ұзақ уақытқа тұншықтырғаным еді. Ал ол адам менің өміріме қалай кіргенін айтсам, сендер тіпті одан сайын таңғаласыңдар. Себебі біз романтикалық жерде танысқан жоқпыз. Біз мүлде күтпеген, тіпті адам сезім іздеп бармайтын жерде алғаш рет шын сөйлестік. 4-ші бөлім. Ол адаммен қалай таныстым? Ол кісімен мен алғаш рет ауылдың шет жағындағы асқа барған күні дұрыс сөйлестім. Бұрын сырттай көргенмін. Ауыл кішкентай ғой, бәрі бір-бірін таниды. Бірақ амандасудан араспағанбыз. Ол кісі де мен секілді көп сөйлемейтін адам екен. Сол күні жұрт үй-үйге бөлініп, ас қаммен жүгіріп жүрді. Ал мен сыртқа бір сәт тыныстауға шықтым. Күздің салқын жел еді. Аула жақта жалғыз тұрған орындыққа отырып, өз ойыммен кетіп қалғанмын. Сол кезде ол кісі де сыртқа шықты. Маған тым жақындамай, сәл әрірек барып тоқтады. Сосын жай ғана: "Шаршадыңыз ба?" деді. Бір қарағанда бұл жай сұрақ қой, бірақ
Неге екенін білмеймін. Сол сөз менің жүрегіме бірден тиді. Өйткені көптен бері ешкім менің шаршағанымды байқамаған еді. Мен күліп, шаршамаған әйел бар ма дедім. Ол да жай жымиып қойды. Содан кейін екеуміз ұзақ үндемей отырдық. Бір қызығы, сол үнсіздік маған ыңғайсыз болған жоқ. Керісінше, көптен бері алғаш рет біреудің жанында өзімді қорғансыз сезінбей отырдым. Сәлден кейін ол кісі: сіз үнемі күліп жүресіз, бірақ көзіміз шаршаңқы деді. Сол сәтте менің бойымнан тоқ жүргендей болды. Себебі, кей адамдар сенің сөзімді емес, ішімді көріп қояды. Мен бірден орнымнан тұрып кеткім келді. Өйткені мұндай сөздерге мен үйренбеген едім. Бірақ тұра алмадым. Неге екенін білмеймін. Мүмкін сол сәтте менің ішімдегі жалғыз әйел емес, жылдар бойы үнсіз қалған жүрек оянып кеткен шығар. Сол күннен кейін ол кісі маған жиі жолыға бастады. Арнайы іздеп емес, бірақ үнемі дерлік мені көріп қалатын. Дүкеннің маңынан, мешіт жақтан, көше бұрышынан, кейде тек басын іздеп өте шығатын, бірақ оның әр қарасы менің тыныштығымды аз-аздан бұза берді. Мен өзімді тоқтатуға тырыстым. Бұл дұрыс емес дедім. Бұл жасқа жараспайды дедім. Ауыл не дейді дедім. Бірақ ең қауіптісі, ол кісі маған ешқашан асыққан жоқ. Ештеңе сұрамады, ештеңеге қыспақтамады. Тек жанымда бар екенін сездіріп жүрді. Ал кейде дәл сондай сабырлы адамдар адамды ең керең жерінен ұстап алады екен. Бір күні ол маған бір ғана сөйлем айтты. Сол сөйлемнен кейін менің бұрынғы өмірім баяу өзгере бастады. Ол былай деді: сіз бәріне керек болып жүрсіз, бірақ сізге кім керек? Мен сол түні ұйықтай алмадым. Өйткені бұл сұраққа менде жауап жоқ еді. Ал жауапты іздеймін деп, мен өмірімдегі ең үлкен қадамға жақындап бара жатқанымды әлі білмедім. Бәрі бір күнде басталған жоқ, бірақ бәрін өзгерткен күн өте қарапайым көрінген бір кештен басталды. Сол күні үйде жалғыз отырғанмын. Кешкі шайымды ішіп болып, телефонымды үстел үстіне қойып, аула жаққа шығып кеттім. Күздің қара суығы сезіле бастаған кез. Аспан сұр. Көмілде сол аспан секілді бір түрлі ауыр еді. Мен сыртта көп тұрмадым, бірақ ішке кіргенімде бірден бір нәрсенің өзгеріп кеткенін сездім. Үй іші тым-тырыс, бір түрлі салқын. Олым төргі бөлмеде отыр екен. Телефонмен қойған жерден сәл жылжып қалыпты. Ал ұлымның түрі маған бұрын соңды ондай болып қарамаған еді. Ол ештеңе демеді, тек маған ұзақ қарап отырды. Мен бірден жүрегімнің бір түрлі шымете қалғанын сездім. Өйткені ана жүрегі кейде сөз айтылмай тұрып-ақ бәрін сезеді. Не болды? Дедім ақырын. Ол сәл кідіріп: апа, сізге кім жазып жүр? Деді. Сол бір сөйлемді естіген сәтте ішіме әлде бір мұздай нәрсе кіріп кеткендей болды. Мен бірден не туралы айтып тұрғанын түсіндім, бірақ соны мойындауға батылым жетпеді. Не айтып тұрсың дедім, өз даусының дірілін жасыра алмай. Ол телефонымды маған созды. Экранда бір ғана хабарлама ашық тұр екен. Қысқа ғана, бірақ жүрекке ауыр тиетіндей қарапайым. Бүгін көңіліңіз қалай? Таңнан бері ойымнан кетпедіңіз. Сол сөзді көргенде бетіме қан шапқандай болды. Өйткені ол хабарламада арсыздық жоқ еді, әдепсіздік жоқ еді, тіпті ашық сезім де жоқ еді. Бірақ дәл сол қарапайым сөздің өзінде маған көптен бері ешкім бермеген жылу бар еді. Ал ұлым соны көріп қойған. Ол маған ренжіп қарап отырған жоқ еді. Одан да ауыр нәрсе болды. Ол ұялып отырды. Міне, ана үшін баласының алдында ұятқа қалу кез келген өсектен ауыр. Апа, бұл кім? Деді ол тағы да. Мен үнсіз қалдым. Себебі дәл сол сәтте менің ішімде екі әйел соғысып жатты. Бірі ана, екіншісі жылдар бойы үнсіз жүрген, Енді ғана жүрегі оянған әйел. Мен ақырын ғана таныс адам дедім. Ұлым орнынан бірден тік көтерілді. Қандай таныс? Неге сізге бұлай жазады? Оның даусында ашу бар еді. Бірақ ашудан бұрын қорғаныс бар еді. Ол мені біреуден емес, адамдардың сөзінен қорғап тұрғанын сездім.
Себебі ол да ауылда өсіп келе жатқан еркек. Ол да ертең жұрттың не айтатынын біледі. Апа, сізге мұның керегі не, деді ол. Міне, кейде ең ауыр сұрақ дәл осылай айтылады. Айқайсыз, ұрыссыз, бірақ адамның ішін ойып түсетіндей болып. Мен оған сол сәтте ештеңе түсіндіре алмадым. Себебі шындықты айтуға әлі өзім де дайын емес едім. Мен тек бір ауыз сөз айттым. Бәрі сен ойлағандай емес. Сонда ұлым бір түрлі күліп жіберді. Ащы күлкі. Онда қалай, апа? Ауыл не дейді ертең? Келін не ойлайды? Балалар не дейді? Ол, сіз не сезесіз деп сұрамады. Ол, сіз бақыттысыз ба деп сұрамады. Ол бірден елді ойлады. Өйткені бізде көп адам ең алдымен жүректе емес, жұртты ойлап өседі. Мен ұлыма ренжи алмадым. Себебі ол мен емес, өз түсінігім қорғап тұрды. Бірақ дәл сол түні мен алғаш рет анық түсіндім. Егер мен осы жолға түссем, мені бірінші болып бөтендер емес, өз үйім қарсы алады. Ал бұл кез келген әйелге ең ауыр сынақ. Бірақ ұлымның сөзінен де ауыр нәрсе бар еді. Сол түні менің бөлмеме келінім кірді, және ол маған бірақ ауыз сөз айтты. Сол сөзден кейін мен түнде жастығымды құшақтап үнсіз жыладым. 6 бөлім. Келінімнің суық қабағы. Ұлым үндемей бөлмесіне кіріп кеткен соң, үйдің іші бір түрлі тыныш болып қалды. Бірақ ол тыныштықтың астында бір ауырлық жатты. Сол сәтте мен бәрі бітпегенін сездім. Өйткені бұл үйде ұлымнан бөлек тағы бір адам бар еді. Ол келінім. Ол бәрін көрмесе де, үйдегі ауа өзгерсе, бірден сезетіндердің бірі. Сәлден соң ас үйден ыдыс-аяқтың баяу ғана сыңғыры естілді. Мен орнынан тұрып су ішейін деп шықтым. Келінім сол жерде тұр екен. Ол әдеттегідей емес еді. Көзі суық, қимылы жай, бірақ іші толық тұрғаны көрініп тұр. Мен үндемедім. Ол да бірден сөйлемеді. Бір кезде шәйнекті орнына қойып тұрып, маған қарамай жатып былай деді. Апа, елдің сөзі жаман ғой, міне. Ол да сол сөзден бастады. Ешкім сіз жалғызсыз, сізге қиын болған шығар. Сіз де адамсыз ғой деп бастамайды. Бәрі ел не дейді дегеннен бастайды. Мен оған жай ғана, ел менің түнде қалай жалғыз қалатынымды білмейді дедім. Ол сонда ғана маған бұрылып қарады. Бірақ оның жүзінде мейірім емес, бір түрлі қысылу мен реніш тұрды. Апа, мен сізді түсінем, деді ол. Сосын бірден сөзін өзгертті. Жоқ, шынымды айтсам, түсінбеймін. Сол сәтте мен оның да жанын түсіндім. Өйткені ол да бұл үйдің абыройын ойлап тұр. Ол да ертең қайын жұрт, көрші қолаң, ауыл адамдары не айтатынын сезіп отыр. Бірақ кейде адамдар абырой деген сөздің артына жасырынып, біреудің жүрегін тірідей тұншықтырып жібереді. Мен сізге қарсы емеспін, апа, деді ол ақырын. Бірақ осы жаста бұлай хат жазысып, ол сөйлемін аяқтай алмады. Себебі оның өзі де неге ашуланып тұрғанын толық түсінбей тұр еді. Мүмкін ол менің ана деген қалыптан шыққанымды қабылдай алмаған шығар. Мүмкін ол мені тек немере қарайтын, үйде отыратын, бәріне ақыл айтатын әйел ретінде ғана көргісі келген шығар. Ал мен сол бейнеден шығып кеттім. Сол үшін олар маған ренжіді. Келінімнің ең ауыр сөзі содан кейін айтылды. Ол маған тіке қарап тұрып, балалар ертең сізді қалай сыйлайды, деді. Осы бір сөйлем жүрегіме инедей қадалды. Өйткені мен өмір бойы бәрін балалар үшін істеп келдім. Өзімді тежедім, өзімді ұмыттым. Кейбір армандарымнан бас тарттым, кейбір сөздерді жұтып қойдым. Солардың бәрін дәл осы балалар сыйласын деп істеген едім. Ал енді сол балалардың сыйын сақтау үшін мен әйел ретіндегі соңғы үмітімнен де бас тартуым керек пе? Мен келініме жауап бермедім. Себебі кей сөздерге жауап жоқ. Мен тек суды ішіп болып бөлмеме кіріп кеттім. Сол түні есікті жапқан соң ұзақ отырдым. Телефоным үнсіз жатты. Бірақ мен оның ішіндегі бір адамның атын ғана ойлап отырдым. Ол кісі сол түні де маған жазды. Қысқа ғана. Бірақ сол хабарлама мені әрі жұбатты, әрі қорқытты. Ол былай депті. Егер қиналып жүрсеңіз,
Meni kinalamаңыз, бірақ үндемей жоғалып кетпеңіз. Міне, дәл сол жерде менің ішім бір жола шайқалды. Себебі мен сол түні алғаш рет өзіме шын сұрақ қойдым. Мен мына өмірде тағы да бір рет бақытты болуға құқылымын ба? Ал осы сұраққа жауап іздеймін деп, мен бәрінен де қауіпті қадам жасадым. Мен онымен жасырын кездесуге келістім. 7 бөлім. Жасырын кездесу. Мен бұл қадамға бірден барған жоқпын. 3 күн бойы өзіммен өзім алыстым. Телефонды қолға алып, қайта қойдым. Хабарламасын ашып, жауап жазбай жаптым. Кейде өзімді жек көрдім. Не істеп жүрмін дедім. Бұл маған не үшін керек дедім. Осы жасында жүрегімнің соңынан кету ақымақтық емес пе дедім. Бірақ ең шын сұрақ басқа еді. Егер қазір бас тартсам, қалған өмірімді тағы да сол баяғы суық үнсіздікпен өткізе аламын ба? Жауап жоқ болды. Сол үшін мен бір күні кешке оған қысқа ғана жауап жаздым. Сөйлесу керек. Ол бірден емес, сәлден соң жауап берді. Қай жерде ыңғайлы болса, сол жерде. Мен сізді қыспаймын. Осы бір сөйлемнің өзінде маған қысым емес, құрмет сезілді. Ал әйел үшін кейде дәл сол ең қауіпті сезім. Өйткені құрметтен туған жақындық жүрекке тез өтеді. Біз ауылдың сыртырақ жағындағы ескі бақтың маңында кездестік. Ол жерде кешке адам көп болмайтын. Мен ол жаққа бара жатқанда, өзімді жасырын қылмысқа бара жатқандай сезіндім. Жол бойы жүрегім дүрсілдеп тұрды. Әр көліктен селк ете қаламын. Әр адам маған қарап тұрғандай көрінді. Себебі бізде әйелдің жүрегі емес, оның беделі бірінші сотталады. Мен барғанымда ол кісі әлде қашан келіп тұр екен. Мені көргенде жүгіріп келген жоқ. Қолымнан ұстамады. Артық сөз айтпады. Тек жай ғана. Келдіңіз бе деді. Сол бір ауыз сөзде сондай тыныштық бар еді. Менің ішімдегі бүкіл дауыс бір сәтке өшіп қалғандай болды. Біз біраз уақыт қатар жүрдік. Жапырақ сыбдыры ғана естіледі. Күздің иісі, салқын ауа. Екеуміз ұзақ уақыт үндемедік. Сосын мен бірінші болып сөйледім. Мұның соңы жақсы болмайды дедім. Ол сәл ғана басын изеді. Білемін. Ауыл біледі. Балалар біледі. Сосын бәрі өзгереді. Ол тағы да тыныш қана. Білемін деді. Сосын бір сәт тоқтап маған қарады. Бірақ сіздің қазіргі өміріміз жақсы болып тұр ма? Осы сұрақ мені тоқтатты. Өйткені кейде адам қиындықтан қашам деп, өзінің қазірдің өзінде бақытсыз өмір сүріп жүргенін мойындағысы келмейді. Мен жауап бере алмадым. Сол кезде ол кісі алғаш рет маған шын сырын ашты. Мен сізді аяғаннан іздеп жүрген жоқпын деді. Сізді жалғыз деп те емес. Мен сізді алғаш сөйлескен күннен бастап шын адам ретінде көрдім. Мен демімді ішіме тартып қалдым. Ол сөзін жалғастырды. Сіз бәріне тірек болып үйреніп қалғансыз. Бірақ сіздің өзіңізге кім сүйеніш болатынын ешкім ойламайды. Мен ойладым. Осы сөзден кейін менің көзіме жас келді. Бірақ мен жылағым келіп тұрған жасыру үшін керіс қарадым. Өйткені кейде адамға махаббат сөзінен гөрі түсінген адамның дауысы қатты әсер етеді. Сол түні мен бір нәрсені анық сездім. Мен бұл адамға жай үйреніп қалған жоқпын. Мен одан қорқа бастадым. Себебі ол менің жүрегімнің әлі тірі екенін дәлелдеп тұрды. Ал тірі жүрек ең үлкен қауіп. Сол кездесудің соңында ол маған бір ұсыныс айтты. Сол ұсыныс менің өмірімді түбегейлі өзгертті. Ол ақырын ғана: егер шынымен қорықпасаңыз, мен сізді жасырып емес, ашық түрде өміріме кіргізгім келеді деді. Мен сол жерде тұрып қалдым. Тынысым тарылып кеткендей болды. Өйткені бұл енді жай кездесу емес еді. Бұл шешім еді. Бұл не артқа қайту, не өмірді қайта бастау еді. Ал ең сорақысы, менің ішімдегі жүрек сол сәтте иә деп үлгеріп қойған еді. 8 бөлім. Менің иә деген күнім. Үйге қайтып келе жатқанда, аяғым жерге тимей бара жатқандай болды. Бірақ бұл бақыттан емес. Бұл қорқыныштан. Өйткені мен енді өзімді алдай алмайтын едім.
Ол кісінің маған деген ниеті жай уақытша көңіл емес екенін түсіндім. Ол мені жасырын ұстап, уақыт өткізейін деген адам емес еді. Ол мені елдің алдында да, үйдің ішінде де адам ретінде мойындауға дайын еді. Ал мен осынша жыл бойы дәл сондай құрметті аңсап жүріп, оған келгенде шегінгім келді. Неге? Өйткені мен өз бақытымнан емес, өзіме тағылатын атақтан қорықтым. Не дейді? Қалай қарайды? Ұлым не болады? Келінім не ойлайды? Немерелерім ше? Осы сұрақтар түн бойы жанымды жеді. Сол түні мен таңға дейін ұйықтай алмадым. Бір кезде орнынан тұрып айналдына бардым. Айнадағы өзіме ұзақ қарадым. Көзімнің айналасында әжім бар. Шашымда ақ бар. Жүзімде шаршау бар. Бірақ сол жүзде әлі өшпеген бір нәрсе бар еді. Ол күту. Мен өзіме сыбырлап қана бір сұрақ қойдым. Сен өмір бойы бәріне рұқсат сұрап өтесің бе? Сол сәтте ішімнен бір жауап шықты. Баяу, бірақ анық. Жоқ. Сол таң менің өмірімдегі ең ауыр, бірақ ең шынайы таң болды. Мен сол күні оған хабарлама жаздым. Қолым дірілдеп тұрды, бірақ жаздым. Тек екі сөз. Келісемін. Ол бірден жауап берген жоқ. Мүмкін өзі де бұл жауапты күтсе де, оқып отырып үнсіз қалған шығар. Біраз уақыттан кейін тек бір сөйлем келді. Онда мен сізді ешқашан ұялтпауға уәде беремін. Міне, сол сөйлем менің жүрегімді бір жола шешіп жіберді. Бірақ мен бір нәрсені білмедім. Мен бұл шешімді қабылдаған күні менің өмірімдегі ең үлкен дау әлі алда тұрған еді. Себебі бұл хабарламаны мен ғана емес, тағы бір адам көріп қойды. Және сол адамнан кейін бүкіл жағдай ушығып кетті.